Бәріне сәлем, менің атым Айзада. Мені қолдап, маған жазылыңыздар. Негізі біздің елде көбінесе бірін-бірін жамандап, үйреніп қалған. Үкімет жаман, медицина нашар, полициялар сатылып кеткен, және тағысын тағы. Ал негізі келгенде біз тегін нәрсенің қадірін өзіміз жоғалтудамыз. Өз басына өткен жағдай, мысалы мен аварияға түстім, сол күні мені скорый помощь алып кетті. Ол тегін. Операция жасады. Дәрігерлер қарады. Ал дәрігер қалай операция жасайды, қалай қарайды, ол уже жеке адам. Ал ол жерде жұмыс істеп отырған қарапайым халық. Ол уже халыққа сұрақ. Почтаға барамыз, телефон бар. Қандай да организация болса, ол жерде жұмыс жасайтын адамдар, қарапайым халық. Қазір халыққа арналған көптеген программалар бар. Мысалы, мен қазір бір программаға кіріп жатырмын, ол психологический көмек береді. Және оны даже қолдану, оның құндылығын түсінбеу, ол біздің надандығымыз. Біз программаларды ізденбейміз, білмейміз, қолданбаймыз тегін нәрсені. Және құндылық жоқ. Тек қана өзіміз ақшаны берсек қана, сол кезде ғана жанымыз тыныш табады. И өзіміз жұмыс істеп отырған жерде как можно көп ақша тауып қалу керек, кейін өзімізге керек нәрсені алу үшін тегін нәрсені ала тұра, әйтеуір бір ақшаны тықпалаймыз. Өзіміз солай өмір сүрудеміз. Өзіміз тегін нәрсенің құндылығын жоғалтудамыз. Неге осы медицинаның тек қана жаман жағын көрсетеді? Оның жақсы жағы да бар. Ал жұмыс істеп отырған ол ішінде адам. Қандай да бір программа болсын, көмек болсын, даже халыққа көмек, допустим, бала туғаннан кейін ай сайын ақшаны аласын. Оған тапсыратын документ 1-2 ғана қағаз. Оны апарып тапсыру ол үлкен бір жұмыс емес. Не үшін бізге бірнеше қағаз тапсыру үлкен жұмыс, үлкен бір мұң болып желіге салып айтып жатамыз. Потому что біз әйтеуір бір әрекетті жасау өмірімізде үлкен бір событияға айналдырамыз. Мысалы, той үлкен события, все. Ары қарай монотонно өмір сүреміз де, 1-3 қағаз тапсыру біз үшін бір үлкен события, поэтому оны деп ауыз толтырып айтамыз да, все. Ары қарай өмірімізде дым болмайды. Сондықтан біз кішкентай нәрсені үлкен қылып көбейтудеміз, үлкейтудеміз, жамандатудамыз. А на самом деле ол қарапайым нәрсе. Біз шли қатты, мы слишком расслабились. Ал негізі жағдай жақсартам, жұмыс істейм деген адам жасайды, бәрінде өзгертеді, бәрі өз қолымызда. Ал ондай жамандау және жұмыстың сапасына қарай, мысалы, больницадан сізге направление жазып берді, 10 күн тегін массаж аласыз. Барып өзіңіз тегін аласыз, ал массаждың качествосы ол қарапайым халық ол жерде жұмыс істеп отырған. Неге ол сапасы жасайды? Ол үстен ақша көру үшін, наверное, и то бәрі емес, сапалы жасайтындар бар ішінде. Сапасы жасап, егер ақшаны берсең, жақсылау жасаймын деген адамдар бар. Бірақ ол қарапайым халық. Тегін массаж алдыңыз, неге оны мақтамайсыз? 10 күн бардым, жақсы болып қалдым, дәрігерге бардым, мысалы, терапевтке бардым, хирургке бардым, мынандай көмек алдым, мынандай направление алдым. Оны айтпайды. Тек қана жаман жағын айтады. Ақшаң болсаң жақсы болады, ақшаң болсаң сенің денсаулығыңа қарайды деп. Жоқ, олай емес. Хоть платныйға бар, хоть бесплатныйға бар, почти одинаково қарайды. Потому что, по идее, халық біздің ақкөңіл жақсы. Поэтому платный болсын, бесплатный болсын, одинаково қарайды. Ал өзімізге деген сыйлау, өзімізге деген құрмет, өзіміздің денсаулығымызға деген забота, ол уже басқа сұрақ, ол өзімізге кінәлі. Өзімізден бәрі. Кім менімен келіседі, міндетті түрде комментарий жазыңыздар. Бұл менің жеке ойым.